Ассаламу алейкум. Бұл видеода сіздермен зигзагымыздың сапалы әрі әдемі болып шығуы үшін не істеу керектігін айтатын боламыз. Ең бірінші білу қажет нәрсе бұл флизелин. Егер де сіз флизелиніңізді дұрыс таңдамайтын болсаңыз, сіздің оюыңыздың качествосы нашар болады. Кейбіреулер даже осындай флизелинсіз де зигзагтайды екен. Ол үлкен қателік, себебі бұл флизелин қатайтатын мата. Клеевой основада осының көмегімен сіздің оюыңыздың фактурасы өзгеріп, матаңыз қатаяды. Осының ең қатты түрін алған дұрыс. Жұмсақтар болатын болса, оюыңыз жиылып тұрады. Осы қатты түрмен өте әдемі болып шығады. Одан кейінгі қажет нәрсе ол дұрыс таңдалған жіп. Яғни сіздің жібіңіз негізгі матаңызға, оюыңыздың түсіне түстес болу қажет. Осы кезде сіздің оюыңыз өте әдемі болып шығады. Енді бізге машинканың настройкасын қалай жасау керектігін білу керек. Машинкада тігіп бастамастан бұрын сіз инеңізбен матаңыздың үйлесімін сәйкестендіруіңіз қажет болады. Егер сізде мұнда жұқа 80-90-дық инелер болатын болса, оны 100-110-дық инеге ауыстыруыңыз қажет, себебі қалың матаға қалың үлкен нөмірлі ине қажет болады. Одан кейін бізге машинканың настройкасын дайындау үшін бұл бізде зигзаг керек болады. Оның ұзындығы мен ширинасын бізге бөлек бір осындай лоскут матаға дайындап алу қажет болады. Яғни сіз өзіңіздің машинкаңызға сай настройканы келтіресіз де ұнайтын зигзагтың ұзындығы мен көлемін анықтайтын боласыз. Мінекей бізде екі түрлі зигзагтың түрі келтірілді. Мен бірінші мына түрін жүргіздім. Бұл менде ара қашықтығы өте үлкен болып шықты. Сол себепті мен зигзагтың ширинасын кішірейттім және де ара қашықтығын кішкене жақындаттым. Маған зигзагтың осы түрі ұнады. Мен өз ойымды дәл осы түрімен зигзагтайтын боламын. Сізде дәл осылай бөлек лоскут матаға алып, бірнеше 5-6 тігіс болсын жүргізіп көріп, идеальный тігіске дейін жетесіз. Одан кейін барып, өзіңіздің ойыңызға көшесіз. Жаңағы ине мен матаның үйлесімі жайында айтқан кезде, міне үлкен ине болу қажет дедім, себебі осындай пропусктар болады, немесе инеңіз аттап кетеді, жібіңіз үзіліп кетеді. Оның барлығы сол мата мен иненің үйлесіміне байланысты. Мен мына жерде сіздер үшін арнайы контрастный жіп, қара жіп алдым. Бірақ сіз өзіңіздің оюыңызға түстес жіпті пайдаланатын боласыз. Енді сізге соңғы құпиясымен бөлісетін боламын. Ол үшін біз қазір оюымызды бірге зигзагтап бастаймыз. Мінекей мен түстес жіпті салдым. Енді оюымды аламын. Настройкасын ауыстырған жоқпын. Сол біз бірге настройка жасаған жерде тоқтадық. Енді оюды бастаған кезде біз мына бұрыштарынан емес, шетінен емес, максимально көзге көрінбейтін жерінен бастаймыз, және де ең түзу жерінен басын бастадық. Закрепка жасамаймыз басында. Жүргізіп бастаймыз. Бисмилла. Мінекей, осындай бұрылатын жерлерге, то есть қатты битіп дөңгеленген жерлерге келген кезде тоқтап, лапкаңызды көтересіз, оюыңызды бұрасыз, лапкаңызды төмен түсіріп, қайтадан тігіп бастаймыз. Тура осылай каждый 2 сантиметр сайын тоқтау қажет болатын болса, 2 сантиметр сайын тоқтап отырамыз.
Міне менде инем пропуск жіберді. Осы жерде егер пропускты сразу байқаған болсаңыз, артқа реверс жасап өзгертсеңіз болады. Тағы да бір рет жүріп шығасыз. Мына жерде сіздерге бұрышты қалай зигзагтау қажет екендігін көрсеткім келіп тұр. Осы жерге келгенде мұқият болу керек. Бұрышыңыз әдемі болып шығу үшін 2-3 стежок алдыға қарай шығып, осы жерде инемізді қалдырамыз және де матамызды ауыстыратын боламыз. Мінеки, ине менде матаның ішінде қалды. Лапкамды көтердім. Айналдырып, төмен түсірдім. Дәл солай бұрылатын жерлерге келген кезде тура осылай бұрылып отырамыз. Келесі бұрышқа келгенде дәл солай. Осы мына сол жақ бұрышқа келген кезде тоқтап, инемізді матаның ішіне қалдырамыз. Мінекей, сізбен бірге зигзагтаған бөлігіміз осы жер. Мен мұнда оюдың рамасын пайдаланып отырмын. Сол үшін маған сыртқы бөлігін бекіту қажет болды. Бұл жерге сізге оюдың контурынан шықпай зигзагтау қажет болады. Бұл біріншіден. Ал екіншіден, осы инеңізбен оюдың контуры бір-біріне 45 градус жүретін болса, сіздің оюңыз өте әдемі болып шығады. Мінекей, иненің тесігі мен оюдың контуры әрбір жерде 45 градусты құрап тұр. Дәл осы технологияның көмегімен сіздің зигзагыңыз өте сәнді болып шығады. Сізге максимально түсінікті етіп түсіруге тырыстым. Егер де әлі де сұрақтарыңыз қалған болса, маған комментарий қалдырсаңыз болады. Сұрақтарыңызды қойып, видео ұнады деген үміттемін. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бұдан да басқа құпиялармен бөлісетін боламын.